Кайырлы күн окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы Айгүл Кемелбаева шашты әңгімесімен танысатын боламыз. Бүгүнкү сабакта көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау және даярлау, автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау мақсат етіп қойылып отыр. Жалпы Айгүл Жолдасбайқызы Кемелбаева 1965 жылы Шығыс Қазақстан облысы Семей өңірінде дүниеге келген жазушы, әдебиеттанушы, кинодраматург. Қазақтың Казмудың журналистика факультетінің тамамдап, кейін Москвадағы Максим Горький атындағы әдебиет институтының проза бөлімін аяқтайды. Шығармаларына келетін болсақ, әртүрлі тақырыпта қалам қозғаған әдебиеттанушы. Шығармалары әртүрлі тақырыпта. Ал бүгін біздің танысқалы отырған шығарма бұл шашты әңгімесі. Жалпы шашты әңгімесінің кейіпкерлері кімдер? Шашты әңгімесінің жазылуына не себеп болды деген сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Бұл шығармада басты үш кейіпкер: Тасқұл қарт, Кенжебек бала және Атажан деген бай. Осы үш басты кейіпкер болып табылады. Әңгімеге арқау болған оқиға 17 ғасырдағы Тәуке ханның тұсында қазақ пен түркімен арасындағы қақтығыс, жауласу, екі ел арасындағы соғыс, екі ел арасындағы дау жанжалдан пайда болады. Қазақтың даласында емін-еркін өзінің жылқыларын бағып жүрген үш жігітпен осы Кенжебек жүреді. Сөйтіп, аяқ астынан қапыда түркменнің жендеттері келіп, 40 шақты жендеті осы жаңағы жылқы бағып жүрген үш қазақтың жігітіне шабуыл жасайды. Жаңағы қақтығыс салдарынан үш жігітті өлтіріп, арасындағы осы кішкентай баланы, яғни 11 жастағы баланы аттарына өңгеріп алып, жаңағы қазақтардың бағып жүрген үш жылқысымен бірге түркімен еліне айдап алып кетеді. Сөйтеді де, сол жерде бірнеше жыл бойы жылқы бағып жүрген қазақтың шалына, қазақтың Тасқұл деген қартына жаңағы өздері айдап алып келген жылқымен қоса осы кішкентай Кенжебек деген баланы табыстайды. Әңгімеде екеуі, яғни қарт пен Кенжебектің диалогынан басталады. Екеуінің диалогының арқасында, жаңағы сөйлесу барысында Кенжебек қазақтың қасында болғанына, яғни басқа ел, түркімен елінде қазақтың бір адамы қасында болғанына іштей қуанып, сол қартқа бір бауыр басып кетеді. Жалпы жаңа айтырып отырғандай, шығарманың негізгі сюжеті осы екі кейіпкер арасында өрбитін болады, екі кейіпкердің арасындағы диалогпен өрбитін болады. Сөйтіп, жалпы мынау шығарманың идеясына тоқталатын болсақ, жалпы әңгімеде балалар Қазақпен көршілес жатқан түркмен елінің салт дәстүрі, ұқсас тұстары сөз болады. Сонымен қоса автор екі елдің мәрт мінезі туралы айтады. Тасқұл қарттың Кенжебекке бостандыққа шығуына көмектесу, яғни құлдықтан босап шығуына көмектесуі, және ол алдын ала жоспарланып, яғни сол жаңағы түркмен елінде бір үлкен бәйге болатын біліп, алдын ала соған ертеден бастап бір атты дайындап, баптап, сәйгүлікті сөйтіп Кенжебектің сол бостандықтан
сол бәйгенің арқасында босап шығуына өзіндік ықпалын жасайды. Яғни сол болайын деп жатқан бәйгеге Кенжебекті дайындап, Кенжебекке арнайы бір сәйгүлікті баптап, сол жаңағы бәйгеге Кенжебектің де қатысуын қамтамасыз етіп, сөйтіп өзінің еліне, яғни қазақтың даласына, қазақтың кең байтақ даласына босап шығуына осы қарт өзіндік үлесін қосады. Жалпы қарап отырсақ, әрине Кенжебек өзіндік қашу барысында өзіндік қиындықтарға кездеседі, бірақ сол бір арманына жетуіне Тасқұл қарттың жаңағы қайраттандырған сөздері өте бір үлкен пайдасын тигізеді. Қарап отырсақ, себебі балалар, Тасқұл қарт осындай Кенжебекті жасында осы түркімен еліне жаңағы бір шапқыншылық кезінде аяқ астынан, шапқыншылықтың салдарынан келген, тұтқынға келген тұтқын еді. Кішкентай кезінен бастап өзінің еліне қайтуды армандайды, бірақ ол арманы жүзеге аспайды. Сөйтіп оның атын Тасқұл деп өзі атауы, яғни құл боп кеткендігі туралы, тас боп жүрегінің қатып қалуы туралы айтуы, міне осы себептен. Бірақ автор Тасқұлдың арманының орындалуын Кенжебектің өзінің еліне, яғни қазақтың жеріне, қазақтың еліне келуімен арманына жеткендей етіп жазады. Яғни осы Тасқұл қарттың арманының орындалуы сол кішкентай құлдыққа келген қазақтың баласының бостандыққа шығуы, яғни құлдықтан құтқарып шығуына өзіндік үлесін қосуы басты жаңағы Тасқұл қарттың арманының орындалуы деп біледі. Сонымен қоса балалар, бұл шығармада тағы да бір құнды дүние, бұл көптеген шығармалардың тақырыбына, осы яғни сәйгүлік туралы, ат туралы, жалпы ер қанатты ат туралы жазушылардың арасында қалам тербеген жазушылар, әдебиеттанушылар, ақындар өте көп. Яғни ер қанатының мықты болуының арқасында, сәйгүлігінің дұрыс бапталуының арқасында, оған жаңағы Тасқұл қарттың өзіндік тәжірибесінің арқасында, жаңағы бәйгеден озып келу керек деп баптауының арқасында жаңағы Кенжебектің арманына жетуі, әрине бұл астындағы мінген тұлпарына тікелей байланысты еді. Әрине балалар, бұл жерде бәйгеге кез келген сәйгүлік оңайлықпен жеңіске жете алмайды. Оған үлкен баптау керек, оған үлкен күш қайрат керек, тер төгілу керек. Міне балалар, яғни шығарманың идеясында кез келген адам өзінің арманына кеш те болса жетуге әрекет жасау керек деп санайды.